Жөтел организмге сыртқы ортадан газ, шаң, ауа немесе әртүрлі аллергендер түскен кезде немесе ішкі организмнің өзінде болатын секреттердің әсерінен тітіркену пайда болған кезде соған жауап ретінде тыныс алу жолдарын тазартуға арналған рефлекс болып табылады. Табиғи жағдайда жөтел ұйықтап жатқан кезде жұтқыншаққа көп мөлшерде сілекейдің бөліну әсерінен тітіркенген кезде болады және ауа температурасы тез өзгергенде, яғни салқын ауамен тыныстап жатып бірден жылы ауаға көшкен кезде болады. Ал сәбилерде еміп жатқан кезде сүттің мөлшері ауыз қуысына, тыныс алу жолына түсіп кеткен кезде болады. Ал кейбір балаларда тіс шығу кезеңінде, яғни тіс жару кезеңінде көп мөлшерде сілекей бөлінген кезде түнгі уақыттағы жөтелді шақыруы мүмкін. Ал патологиялық жөтел кезінде, яғни қандай да бір аурулардың әсерінен болатын жөтел, оның өзінің бірнеше түрлері бар. Жөтел түрлеріне келетін болсақ, мысалы құрғақ немесе ылғалды жөтел, ол әртүрлі тыныс алу жолдарының салқынның әсерінен болатын респираторлы инфекциялар кезінде болады. Құрғақ жөтел көбіне тыныс алу жолдарына бөдеден түсіп кеткен кезде болады. Ал ұстамалы жөтел ол бронхит, пневмония, астма және коклюш кезінде болады. Ал итүрген тәрізді жөтел ол ларингит кезінде. Ал аллергия кезінде болатын жөтелде ешқандай температура болмайды, бірақ суық тиюдің белгілері болады. Бірнеше аптаға дейін созылады, түнгі уақытта пайда болады. Сонымен қатар кей жағдайда жүйке жүйесі сыр берген адамдарда психогенді жөтел түрі кездеседі.